Ауылдың шетінде қалың талдардың арасында кішкентай қараңғы үй тұрған. Іші қош иісті шөптер мен шам майының иісіне толы еді. Мен алғаш рет сол жерге ауырып бардым. Денем әлсіреп, түнде ұйқым қашқан. Жүрегім ауырлап, жан дүнием тыныштық іздеген еді. Ауылдағы қариялар тәуіпке бар, ол сені емдейді деген. Мен де солай еститінмін. Тәуіп егде жастағы ақ сақалды, көздері терең, қараңғылықтай адам еді. Ол мені есіктен кіргенде бір қарап қойды да үнсіз төсенішке жатқызды. Қолындағы майды жағып денемді сылай бастады. Алғашқыда тек емдеу деп ойладым. Саусақтары мойнымды, иығымды, арқамды жылы жұмсақ қимылмен сылап өтті. Әрбір түйуім сайын денеме бір жылу тарады. Тынысым баяулап, ішімде тыныштық пайда болды. Екінші күні қайта бардым. Ол тағы да майын жағып денемді сипады. Бұл жолы қолы біршама ұзағырақ тоқтады. Кеудеме, ішіме, беліме. Әрбір саусақ қимылы терең әрі ұқыпты еді. Мен көзімді жұмып жаттым. Денем жылып, терім сәл ылғалдана бастады. Ол үнсіз еді, тек қолын ғана сөйледі. Бір сәтте ішімде бұрын білмеген бір жылулық оянды. Түсініксіз, бірақ тыныш әрі күшті сезім. Мен ол сезімді аңсадым. Үшінші күні ол менің арқамды, иығымды, қолдарымды ұзақ уақыт сылады. Майдың иісі мен оның қолының жылуы бүкіл денеме тарады. Мен еріксіз көзімді жұмып, тынысымды тереңдеттім. Ол маған жақындап, қолын маңдайыма қойғанда, ішімде бірдеңе қозғалғандай болды. Терлеп, денем жылуланып, жан дүнием ашылып бара жатқандай сезіндім. Сол сәтте бүкіл денем босаңсып, ішімде тыныштық орнады. Сол күннен кейін мен әрбір күні бардым. Ауруым туралы ойлауды қойдым. Тек сол қолының түйуін, майдың иісін, бөлмедегі тыныштықты аңсадым. Ол мені әр жолы басқаша сипайтын. Кейде арқамнан бастап беліме дейін баяу сылап, кейде маңдайыма, мойныма қол тигізіп ұзақ тұратын. Әр жолы ішімде бір жылулық пайда болып, жаным жеңілдейтін. Бір күні ол мені төсенішке жатқызып, қолын кеудеме қойды. Ұзақ уақыт қозғалмай тұрды. Тек тынысымыз ғана естілетін. Содан кейін баяу, сабырлы қимылмен денемді май қолдармен сылай бастайтын. Әрбір түйуім сайын ішімде толқындар туды. Терлеп, денем жылуланып, жан дүнием ашылып жатқандай болды. Мен көзімді жұмып, сол сәтті толық сезіндім. Сол күні үйден шыққанымда жүрегім әдеттегідей жеңіл еді. Күндер өтті. Мен әр таңда тұрып сол үйге қарай жүрдім. Жолда ішімде бір тыныштық пен күту сезімі оянды. Ол мені күтіп тұрғандай. Есік ашылғанда ол үнсіз майды қолына алып жұмысына кірісетін. Біз ешқашан көп сөйлеспейтінбіз. Тек оның қолы мен менің тынысым сөйлейтін. Сылау, жылу, тыныштық әрбір жолы тереңірек. Әр жолы жаным оған көбірек ашылатын. Бір күні ол маған қарады да алғаш рет ақырын сөйледі. Сенің жаның менің енді тынышталады. Қайта-қайта келесің. Мен басымды изедім. Иә, қайта-қайта, әр күн, әр жолы денемді сылап, жылулатып, жанымды жеңілдетіп. Мен онынсыз өмір сүре алмайтын болдым. Ол менің емшім ғана емес, ол менің ішкі тыныштығымды тапқан жан еді. Содан бері әр күн сол үйге барамын. Есік ашылады, майдың иісі, қолының жылы тиюі, сылау, тыныштық, жан жеңілдеу және қайта аңсау. Мен енді ауру емеспін. Мен тек сол жерді, сол қолын, сол тыныштықты аңсаймын. Қайта-қайта барғым келе беретін.